Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жалбыздың пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны толығымен көріп, маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тамақ дайындауда және медицинамен қатар косметика өндірісінде, ароматерапияда және басқа да салаларда қолданылатын жалбыз өте керемет жағымды қош иісі бар екені бәрі біледі. Ол сусындар мен тағамдардың дәмін толықтырып қана қоймай, адамның жүйке жүйесін тыныштандыратын әсер етеді. Жалбыз өте көп мөлшерде эфир майлары, илік және биологиялық белсенді заттар, глюкоза, майлар, каротин, минералды тұздар сияқты пайдалы компоненттерден тұрады. Бұл өсімдік С және Р дәрумендеріне бай. Өздеріңіз білетіндей, жалбыздың құрамында ментол көп мөлшерде болады. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттерімен танымал. Сонымен қатар оның антисептикалық және спазмолитикалық әсері бар. Ментол жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіретін, коронарлық тамырлардың кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауруы кезінде қолдану тиімді. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы әдістің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтелгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтынуды жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Сонымен қатар жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданатынын бәрі біле білмейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті, сонда ауырсыну басылады. Ал оның сергітетін жағымды қош иісі жүрек айнуды басады. Жалбыз майы ингаляцияға өте тиімді. Мұндай процедуралар суық тигенде тыныс алуды жеңілдетеді және емдеу үдерісін едәуір жеңілдетеді. Жалбыз жүрек-қан тамырлары ауруларын емдеуге арналған көптеген кешенді дәрі-дәрмектердің бір бөлігі болып табылады. Мысалы, валокардин, зеленин тамшылары және асқазан, ішек жолдары ауруларына болатын тәбет жоғарылауы кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп. Ол керемет қош иіске ие және дәмі тіл үйіріп қана қоймайды, сонымен қатар күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтауды жеңілдетеді. Жалбыздың дала су бұйра, кермек немесе бұрышты жалбыз сияқты түрлері бар. Дәрілік мақсатта бұрышты жалбыз қолданылады. Дала жалбызы суармалы жерлерде, өзен, көл, бұлақ маңында, шалғындықтар мен тоғайларда, арық бойында өседі. Ол сабынның иісін шығару үшін пайдаланылады. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен гүл шоғынан жалбыз эфир майы алынады. Эфир майында 55%-ке дейін ментол кездеседі. Бұл майдың негізгі құрам бөлігі ментол. Ментол косметика жасауда, тамақ өнеркәсібінде, тіс ұнтағы мен пастасын жасауда пайдаланылады. Емдік қасиеті. Жалбыздың емдік қасиеті ертеден мәлім. Тіпті халық арасында бұл өсімдік 101 ауруға ем деген сөз бар. Жалбыз өсімдігінің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар мол. Жалбызды ата-бабаларымыз жиі пайдаланған. Оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген элемент бар. Емдік мақсатта жалбыздың жапырақтарын қолданған. Оның жапырақтарын тұнба ретінде пайдаланған дейді. Сонымен қатар жалбыз асқазан ауруы, ұйқысыздық және іш ауруы кезінде таптырмайтын ем. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады. Табиғи антисептик болып саналатын жалбыздың барлық түрі пайдалы. Қазіргі таңда жалбыз шайы тұмау, етеккірдің дұрыс келмеуі кезінде жақсы көмектеседі. Сондай-ақ іш өткен кезде ем болады. Сондай-ақ ішек құртын түсіретін емдік қасиеті де бар. Сонымен қатар қан қысымы жоғары адамдар мен кішкентай бүлдіршіндерге жалбызды пайдалануға болмайтынын айтады. Жалбызды қан қысымы 120-80, 140-80-нен жоғары адамдарға әрі 6 жасқа толмаған балаларға пайдалануға болмайды. Полиартрит, артроз, артрит аурулары кезінде күніне бір уақытта кепкен жалбызды суға салып шомылу керек. Буын ауруларын емдеуге пайдасы өте зор. Жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем, сондай-ақ оны бүйрек пен бүйрек түбекшесі,
бауыр мен бауыр жолының қабынуына қарсы қолданады. Жалбыздың құрамына ментол кіреді. Ол стенокардияны, жүректің демікпелі ұстама ауруы емдеуде қолданылады. Жалбыз жүрекке қан апаратын қан тамырды кеңейтеді. Демікпені де емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар жалбыз булығып, жөтелгенді тыйып, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп жатар алдында жарты стақанын ішсе тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады. Полиартрит дертіне шалдыққан адам кепкен жалбыз шөбін суға қайнатып күніне 1 реттен жатар алдында ванна жасап түссе сырқатынан сауығады. Сондай-ақ ет тілініп кетсе, іріңді, шиқан сияқты қотырларға жалбыз тұнбасын таңып тастаса тез жазылады. Бас ауруын жазады. Сонымен қатар дәрігерлер кесеге жалбызды салып, оған ыстық су құйып, кейін біраз уақыт тұндыруға кеңес береді. Олардың айтуынша бұндай шайды кешке басы жиі ауыратын адамдар ішу керек екен. Осылайша жалбызды ауруды басып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар жалбыз аллергияның алдын алады, бас ауруын қойдырады, тыныс жолдарын ашады. Бір сөзбен айтқанда кез келген дертті емдейтін табиғи антибиотик болып табылады. Сонымен қатар жалбыз ішектің жұмысын реттейді. Жалбызды тұтыну арқылы ішектегі артық газдан арылып, ісінуді емдейсіз. Оның құрамындағы заттар ас қорыту жүйесінің бұлшықеттерін босаңсытуға көмектесіп, ауырсынуды жеңілдетеді. Әрі ішектің тегіс бұлшықеттері белсенді түрде жиырылуын тоқтатады. Байқасаңыз, жалбызды тіс пастасына, ауыз шаятын сұйықтыққа, сағызға, дәмдеуіш ретінде қосады. Оның жағымды хош иісі ауыз қуысындағы микробтардың жойылуына ықпал етеді. Нәтижесінде деміңіз тазарып, ауыздан жағымсыз иіс шықпайды. Сонымен қатар жалбыз шаршауды басады. Шаршау сіздің өмір сүру салтыңызға кері әсер етеді. Шаршаған адамның күні бойы жұмысқа құлшынысы болмайды. Бұл дерттен құтылғыңыз келсе, таңертең жалбыз қосылған шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Бұл өсімдіктің құрамында қосылыстар дененің энергетикалық әлеуетіне пайдалы әсер етеді. Әрі оның хош иісі күндізгі ұйқышылдықты жеңеді. Ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ұйқыға жатар алдында 1 кесе жалбыз шайын ішсеңіз, таңға дейін тыныш ұйықтайсыз. Себебі өсімдіктің құрамында кофеин жоқ. Соның әсерінен денені босаңсытып, бұлшықетті демалдырады. Сонымен қатар артық салмақтан арылтады. Салмақты жоғалтқысы келетін кез келген адам қара немесе көк шайдың орнына жалбыз шайын ішсе болады. Ғалымдар жалбыз шөбінің тәбетін басатын қасиетін анықтаған. Сондықтан шай орнына ішетін болсаңыз, артық тамақтануды тоқтатасыз. Жалбыздың химиялық формуласында аллергия белгілерін азайтатын розмарин қышқылы бар. Егер көзіңіз қышып, мұрныңыздан су ағып, аллергиялық жөтел мазаласа, онда 1 шыны жалбыз қосылған шай ішіңіз. Сонда аллергияны айтарлықтай жеңесіз. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Зерттеушілер жалбыздың хош иісті майы есте сақтау қабілетін жақсартады деген тұжырым жасайды. Басқа эфир майымен салыстырғанда бұл өсімдік жұмысқа жақсы көңіл бөлуге көмектеседі екен. Көңіл күйіңізді көтереді. Бұл тамаша сусынды ыстық және салқын күйінде іше аласыз. Емдік шайдың жағымды дәмі жүйкеңізді тынықтырып, көңіліңізді көтереді. Жалбыз шайының жасалу жолы: термосқа 2 стакан қайнаған су құйыңыз. Оған 1 уыс жалбызды салып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң емдік шайды сүзіп алып, кез келген уақытта шай ретінде іше аласыз. Шайды мейлінше тамақтан соң ішіңіз. Сонда жеп ішкен тамағыңыз қорытылып, асқазан жолдарын жеңілдетеді. Таңертең ішсеңіз, күні бойы бойыңызда қуатыңыз тасып жүреді. Ал ұйқыға жатар алдында ішсеңіз, ұйқыңыз қанады.
Осымен біздің жалбыз туралы пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Ақпаратым пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және маған тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы бірінші болып көретін боласыздар.